Сәлем достар, біз бүгін бір моток жіптен 3 қабаттап қалай тоқу керек екенін, 3 және 2 қабаттап қалай тоқу керек екенін мен сіздерге көрсететін боламын. Сіздер мысалы тоқыған кезде осындай жұқа жіп болса, оны 3 қабаттап тоқуларыңыз мүмкін, иә? Ол үшін 3 жіпті бірдей алудың, или болмаса 2 жіпті бірдей алып отырудың қажеті жоқ. Мен сіздерге қазір оны қалай 2 қабаттап және 3 қабаттап қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны айналдырмай соңына дейін қараңыздар. Ал сонымен бастаймыз. Мысалы, сіздер 2 қабаттап тоқу керексіздер, иә? Ол үшін мынаны сөгітіп, 2 бөлек бума қылып алудың, уақыт алудың қажеті жоқ. Тек қана мына тұрған, осы тұрған жіпті аласыздар. Бірінші мына басын тауып қоясыздар да, мынандай барлық жіптің ортасында осылай болып тұрады. Соған саусақтарыңызды саласыздар. Осылай кішкене жіпті алып аласыздар. Міне уже шықты. Міне қараңыздар. Ортасынан саусақтарыңызды тауып, осылай жіпті тартып аласыздар. Мына жерден шығарып алдым. Осыны мына тұрған жіптің екеуін алып, ары қарай біз уже қараңыздар. Тоқи бересіздер. Мына өзі тартқан сайын мына жақтан шыға береді. Міне мен тартып жатырмын, міне шыға береді. Мына жақтан екеуін осылай қабаттап, 2 қабаттап тоқи берулеріңізге болады. Енді мен сіздерге 3 қабаттап қалай тоқу керек екенін қазір көрсетемін. Мынау жіп біткенге дейін осылай 2 қабаттап ары қарай тоқи берсеңіздер болады. Енді мен мынаны салып тастайын, иә? Қазір сіздерге кедергі келтіруі мүмкін. Қайтадан ортасына салып қоямын. Енді мен сіздерге 3 қабаттап қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Бір моток жіптен 3 қабаттап қалай тоқуға болады. Ол үшін біз былай жасаймыз. Жіптің басынан аламыз да, бір шама 1,5 метрге дейін, енді шатасып қалмайтындай болсын. Мен қазір кішкене ғана жіп аламын, себебі экранға сыймайды. Ал сіздер тоқу барысында кішкене ұзындау қылып алсаңыздар дұрыс болады, өйткені каждый раз оны нетіп отырмай, ұзын қылдырып алып алыңыздар. 1,5 метрдей где-то, одан көп қылсаңыздар шатасып қалуы мүмкін, ол да сіздерге уақыттарыңызды алады. Ал мен осыны 2 қабаттап, бір шама жіпті 2 қабаттап алдым. Оны қайтадан 3 қабаттаймын. Міне, 3 қабаттаймын. Сөйтем де оны да осылай тартамын. Міне, бізде 3 қабат жіп болды, иә? Сонымен мына жақта бітті. Біз мына жіптеріміздің барлығын тоқимыз. Сосын мына жерге келген кезде біз ары қарай қалай тоқимыз, соны көрсетейін. Ол үшін біз, маған бұлай кедергі келтіріп жатыр, міне, бұлай жасайын. Біз мына жерге келіп, тоқымамызды аяқтадық. Яғни біз ары қарай тағы да 3 қабаттау үшін мына тұрған жіпті, мына жерде бізде бұлай болып тұр ғой, осының ортасынан кіргіземіз. Міне, мынаған саусақтарыңыз салып, мына ұзын тұрған жіпті кіргізесіздер де, міне, мынаны тартасыздар. Сіздерге көрініп тұр, иә? Осылай тартасыздар. Міне, қараңыздар, мына жерде тоқу барысында ешқандай көрінбей кетеді. Барлығы бірдей 3 жіп болып кетеді, міне. Осыны ары қарай тоқисыздар, содан кейін тағы да сіздерде мынау аяқталады. Сол кезде қайтадан соны қайталайсыздар. Мына тұрған жіптің ортасынан, мына саусақтарыңыз кіргізіп, мына тұрған жіпті аласыздар бұлай. Сөйтесіздер де қайтадан тартасыздар. Сөйтіп керекті өлшемге дейін, біраз ұзын жіпке болғанға дейін бұлай осылай созып аласыздар да, ары қарай тоқисыздар, қайтадан мына жерге келген кезде тура жаңағыдай қайталайсыздар. Осылай саусақтарыңызды аласыздар, мына тұрған жіптің ортасынан өткізесіздерді, тағы да тартасыздар. Осылай жіп біткенге дейін осылай жасап 3 қабаттап тоқи бересіздер. Сонда сіздерде бір ғана жіп тұрады, бірақ сіздер 3 қабаттап тоқисыздар. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сау болыңыздар.